Сегодня была открыта учебная лаборатория имени Токмурзина Тайжана Хамитовича, это моего отца, лесовода, ученого. Я принес большую благодарность ректорату, кафедре за почтение его памяти. Данная лаборатория будет направлена на изучение таких вопросов, как лесная таксация и лесоустройство лесов. В данной лаборатории они будут осваивать современную технологию, ГИС-технологию, современный учет насаждений с применением дистанционного зондирования насаждений. Она оснащена специализированной программой. Преподаватели будут показывать, как проводится лесоустройство лесов, как применяются законы таксации и оценки древесных деревьев и зеленых древесных насаждений. Будут изучать управление на основе лесоустроительных отчетов, изучается управление лесным хозяйством. И вот в таком плане будет преподаваться в наглядном процессе обучения, будет преподносить студентам. Өздеріңізге белгілі, бүгін академик Токмурзин Тайжан Хамитовичтің атынан зертхана ашылып жатыр. Біз бүкіл орман шаруашылығы саласының қызметкерлері қуаныштымыз. Тайжан Хамитович өзінің өмірін осы орман шаруашылығына арнаған үлкен аты үлкен әріппен жазылатын бір үлкен азамат еді ол кісі. Орман таксациясы деген мамандықты жүргізіп, орман шаруашылық факультетінің ішінде жаңағы кафедра, орман таксациясы деген кафедраны ашуға өте мұрындық болған кісі. Өмір бақи сол осы салада қызмет жасады. Біз ол кісілердің шәкірттеріміз. Өздеріңіз білесіздер, мына бізде Медеу шатқалы біздің Медеу мемлекеттік өңірлік паркіне қарайды. Ол жақта мына туристердің, демалушылардың көптеп келуіне байланысты мына экологияға көп зиян келуде қазіргі таңда. Соған мына халықтың көзін ашып, экологиялық сауатын ашу жөнінде көп жұмыстар атқаруға біздің мамандар жетіспейді. Сол себепті де біздің студенттер тарапынан біздің мамандармен бірлесіп, халықпен түсіндірме жұмысын жүргізіп, сондай жұмыстарға атқаруға көмек болса дұрыс болар еді. Мынау орман деген мағынадағы орысша высокоствольный дейді, бізде 1,7 қана пайыз. Сондықтан біздің орманның мағынасы да осы біздің елімізге деген осы байлығы да осы орман. Неге десеңіз, мынау қазір заманда үлкен мәселелер көтеріліп жатыр. Көмір қышқылының азайту мәселелері. Мынау үлкен алпауыт мемлекеттер, Қытай, Ресей, енді Америка Құрама Штаттары өзіне солымен осы қалай біз көмір қышқылын азайтамыз деген. Мына көмір қышқылын орысша депонирование дейді. Мына орманның маңызы өте зор. Бүгін біз бірнеше шараның басын қосып, бір дөңгелек стол өткізіп жатырмыз. Алғашқысы университеттің 75 жыл, факультетіміздің 48 жыл ашылған, соның 75 жылдығы. Екіншісі менің оқытушым, жетекшім академик Тайжан Хамитович Токмурзиннің 95 жылдығы. Әрі ол кісіге арнайы лаборатория ашылып жатыр, соған байланысты жиналып отырмыз. Менің бұл дөңгелек столда айтатын шаруаларым қазіргі орман шаруашылығының келелі мәселелері жөнінде. Данная лаборатория оснащена новым оборудованием по лесоустройству, по лесной таксации. Благодаря этому оборудованию, которое имеется в этой лаборатории, студенты могут работать и заниматься вопросами лесоустройства через специальную компьютерную программу, которая называется MapInfo.
В своем послании президента нашей республики Касым-Жомарт Токаева с 1 сентября 2020 года, где он сказал, что мы должны заниматься вопросами экологизации нашей страны. Что касается нашего лесного хозяйства, то была поставлена задача перед нами в течение 5 лет посадить 2 миллиарда деревьев. Наши студенты, будущие наши специалисты тоже делают очень много, потому что на базе нашего университета имеется лесной питомник площадью 5 гектар, где в этом году, осенью прошлого года, в октябре-ноябре месяце высажено свыше 1000 древесных и кустарных пород, которые потом в дальнейшем будут использованы для озеленения города. Қазіргі таңда осы орман шаруашылығын көбейту жөнінде президентіміз де үлкен жоспарлар қойып отыр. 2 миллиард ағаш егеміз, 15 миллион мына қалалық жерлерде, ауылдық жерлерде егеміз деген мәселе көтерді. Осы іске асыратын болсақ, мен ойлаймын, Қазақстанда біршама жағдай жақсарар еді. Өкінішке орай, қазіргі кезде осы істерді асыруда орманшылардың маманы, орман шаруашылығы мамандары көп жетісе бермейді. Соның арқасында мынау мінекей мамандардың аздығының себебінен, орман шаруашылығының қамтамасыз етілуінің төмендігі себебінен кейінгі кезде өздеріңіз көріп жүрсіздер, өрттердің де көп болуы, орманның да көбеймей азайып бара жатқандығы байқалады.